Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге қыстың қамын жазда жасайтын, дәмі тіл үйіретін икраның қарапайым әрі пайдалы рецептісін көрсететін боламын. Сәбіз, қызанақ, бұрыш пен сарымсақтан жасалған үй икрасы. Бұл қажетті заттардың бәрін ет тартқыштан өткізіп аламыз. Видеоның соңына дейін қарап тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен қазанымызды қойып, оған майымызды құйып аламыз. Оның қызып тұрған майдың үстіне өткізілген сәбізімізді саламыз. Жақсылап араластырып қайнатып аламыз. Оның үстіне жаңағы бұрыштарды саламыз. Оның үстіне сарымсағымызды салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Қақпағын жауып қоямыз. Оның үстіне тағы да аскөктерімізді салып, жақсылап қайнатамыз. Қызанақтың да бәрін қазанға салып аламыз. Оның үстіне лавр жапырақтарын, түйірлі бұрыштарды, тұзды салып, бәрін араластырып, жақсылап қайнатып аламыз. Бір сағат қайнатамыз. Бір жағынан банкаларымызды парлап аламыз. Қайнап тұрған суға қақпақтарын салып қоямыз. Міне икрамыз дайын болды. Енді оны банкаларға құйып шығамыз. Міне икрамыз дайын болып қалды. Енді оны бәрін жауып шығамыз. Қыста өте дәмді икра жасап көрсеңіздер болады.